Жедел жәрдем станциясында практикада жүрген медик-студенттің бір күні. Практика түскі 13:00-де басталады. Оған қарамастан таңертең тұрып, асықпай жиналып, сумен таңғы ас ішіп, аэростретчингке шықтым. Сыртта жаңбыр жауып тұрса да, спортқа келіп жатырмын, себебі күн бойы отырып жұмыс жасағаннан арқам ауырады. Осылай бұлшықеттерді шынықтырып, ұзақ күнге дайындаламыз. Подстанцияға келіп, киім ауыстырып, шақырылған бірінші вызовқа шығып кеттік. Мектепте қызмет ететін апайдың қан қысымы жоғарылап кеткен екен. Тиісті көмегін көрсетіп, келесі вызовқа шықтық. Бүгін құбылмалы ауа райы болғандықтан ба, қан қысымы көтерілген науқастар көп түсуде. Ал жалпы 20 күн ішінде практикада есте қалған кейс ол құрылыс орнында болған жағдай. 40 жастағы ер кісінің үлкен саусағының дисталь фалангысына ауыр зат түсіп кетіп, кесіліп қалған. Жоғары категориялы вызов болғандықтан жедел түрде науқасты ауруханаға жеткізген болатынбыз. Сирена, жолдағы көліктердің жол беруі бәрі бір кішігірім кино секілді болып кетті. Науқасқа әрі қарайғы көмекті аурухана дәрігерлері көрсетті, ал біз бүгінгі күннің соңғы вызовтарына қатысып